Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен кәрістердің ұлттық тағамы өте дәмді кешкі асқа таптырмас идеялы тамақ пигоди тамағын жасайтын боламыз. Өте дәмді тамақ. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен ыдысқа тұз саламыз, ыстық су және ұн салып, ашытқы салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырыңыз жұмсақ болып шығу керек, ол міндетті түрде. Сол үшін ұнды бірден көп салмай, осылай аз-аздан салып, қамыр илегеніңіз жөн. Сол кезде сіздің қамырыңыз өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады, тез қатып қалмайды. Жақсылап, жұмсақ етіп, қамырымызды илеп, жылы жерге жақсылап әдемі көтерілгенше қойып қоюымыз керек. Содан кейін салмасын дайындаймыз. Біз салмасына осындай орам жапырақ керегінше бөліп алыңыздар. Қатты жерлерін, сондай сүйек жерлерін алып тастауға кеңес беремін, өйткені ол қамырдың ішіне кірген кезде піспей қалады. Майдалап, ұсақтап, осылай төртбұрыш етіп ұсақтап турап алуыңыз керек орам жапырақты капустаны. Содан кейін пиязымызды және осындай шмай пайдаландым. Сиырдың шмайын өте дәмді, тамағыңызды өте керемет етіп жібереді. Содан кейін бір дана пиязыңызды майдалап, осылай жұқалап турап алуыңыз керек. Мінекей біздің шмайымызды турап алып жатырмыз. Содан кейін тұз, корейский тұз, бұрыш салып, салмамызды жақсылап езіп, қолымыздың көмегімен жақсылап езіп алуымыз керек. Осылай араласып, бір келкі тегіз араласу керек. Салмаңызды табаға да кішкене бір аунатып, қуырып алсаңыздар болады, май құймай. Сол кезде де тамағыңыз өте дәмді, салмасы өте керемет болып шығады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып көтерілген. Енді осыдан кішкене бөліктерден алып аламыз. Қат үлкен болмау керек, өйткені қасқанның ішіне кірген кезде ісіп, көлемі ұлғайып кетеді. Сол үшін кішкентай етіп суалашаларды бөліп алуымыз керек. Дайындап, осылай дөңгелектеп, қолымызбен суала дайындап аламыз. Барлығын суала етіп алғаннан кейін жаймендеп шетінен жаюды бастаймыз. Қатты жұқа етіп жаймайсыздар, өйткені қамыры тонкий болып, жұқа болып кетсе, салмасы сыртына шығып кетуі мүмкін. Жай ғана екі жағын жабыстырып қойсаңыздар да болады, немесе осылай әдемі етіп, узорлап, пигодиіңізді түйсеңіздер де болады. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар, пигодияларыңыз көрінісі өте әдемі болып шығады. Бұл сіздердің тағамдарыңыздың, пигодияның әдемі болып шығу үшін лайфхак. Сақтап алуларыңызды сұраймын. Достарыңызбен де бөлісіп, осы видеомен таратып отырыңыздар.
Біз тағы бір лайфхак, манты қазанға қоятын кезде арасына осылай тарелке қою керек. Екінші, листті көтеріп тұру үшін біздің пигодиямыз ісінген кезде листтер бір-біріне жабысып, пигодиямыздың беті екінші листтің бетіне жабысып қалмас үшін міндетті түрде арасына осындай тарелке қойып жіберіңіздер. Достар, мінекей біздің пигодияларымыз дайын болды, көріп тұрғандарыңыздай. Өте әдемі болып көтерілген. Ішін ашып көрейік. Қараңыздар, қандай үлпілдек, жұмсақ болып шыққан. Жасап көруге кеңес беремін. Бұл кешкі асқа таптырмас идея. Жолдасыңыз, үйіңіздегілердің барлығы ерекше тағамға сүйсінетін болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. Айтпақшы, каналыма тіркеліп алсаңыздар, мендегі видеоларды бірінші болып көріп отырасыз.